Қайырлы күн баршаға. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздерге бүгінгі жасаған асқабағымның толықтай видеосын бөлісетін боламын. Күнделікті балаларға жасап беруге өте дәмді шығатын, пеште пісетін асқабақ. Ең алдымен асқабақты турап аламыз. Біркелкі етіп, менде өте тастай асқабақ екен. Әбден біркелкі етіп турап, қабығын ашып, ортасындағы дәндерін алып тастап, толықтай тазалап аламыз асқабақты. Дәл осы рецептпен піскен асқабақты салатқа қосып жасаса да болады. Салатқа өте дәмді шығады. Күнделікті суға асқаннан көрі арасында осындай пешке пісіріп тұрған балдарға жеуге жақсы. Осыны енді толықтай біркелкі етіп, біреуі қалың, біреуі жіңішке етіп емес, барлығын бірдей етіп кесіп шығамыз. Енді осыған күнделікті үйде мед болса да болады, медпен араластырсаңыз да болады. Мен қант ұнтағымен араластырдым. Қант ұнтағы соны әбден араластырып, үстіне кішкене оливковое масло қосып жібердім. Аздап. Осыны тағы да әбден толықтай араластырып, қантын ергенше араластырып аламыз. Енді осыны қысып тұрған духовкамызге 20-25 минутқа салып аламыз. Асқабағымыз дайын. Жұмсақ, өте дәмді болып піседі. Тарелкамызға салып, езіліп, пісіп, әдемі болып пісіп шықты. Мен енді бұның үстіне кәдімгі асқабақтың дәмін қостым, езіп. Фисташка қоссаңыздар да болады, қалаған кез келген ұнатқан дәндеріңізбен. Әрі әсемдеуге жақсы, жағынан қосып жеуге де өте дәмді болады. Жасап көріңіздер, арнама тіркеле кетіңіздер.